Бүгін Бүрхеймде өте қызықты история болайын деп тұр. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Мен алғашқы 1000 оқырманға жеттім. Сендердің арқаларында. Қолдауларыңа көп рахмет. Олай болса, бүгінгі историяны бастаймыз. Мен бүгін өзіме мынандай үй алдым. Үйде әкем күтіп отқан шығар. Жұмыстан келген болар. Үйге кіріп көрейін. Пап, қайдасыз? Пап, келіпсіз ғой жұмыстан. Қалыңыз қалай? Балам, келдің ба? Қалайсың? Мен жұмысқа барам. Мен жақсы, өзің қалайсың? Әке, жұмысқа кеттіңіз ба? Мен де киім ауыстырып алайын онда. Мен де сабаққа барамақшымын. Мен жұмысқа кеттім, жақсы онда. Жолың болсын. Жақсы, жолыңыз болсын. Кеше көрсеміз. Жақсы. Папа кетті. Енді қолымды жуып алайын ас үйге. Әкем бар кезде жуғызбайды ғой ас үйге. Болмайды ғой. Қарным ашып кетті. Ладно, жемей қойыншы. Мектепке барып, столовыйдан жеп алармын. Айтпесе, кешегі тамақтар қойдым қалыптқан. Менің сумкам қайда, қай жаққа қойдым екен? Кеше лақтыра салып едім әкеліп. Осы кетер кезде іздейтінім не сосы? Кеше дайындап қоюыма болар еді ғой. Жарайды. Қазір мектепте қыздардың біреуінен дәптер, ручка сұрай саларым, ештеңе етпес. Енді мен жүгіріп. Достарым, нағызды қараңдар. Көйлегі бұзылып қалған ба, не істеп тұр екен? Менің әкем не істеп тұр десеш мына жерде. Папа, исчезни, пожалуйста. Окей. Қарындас, сізге не болды? Көйлегіңіз бұзылып қалған ба? Машинам дөңгелек тағы бұзылып қалды. Сәлем. Не ғой, менің көйлегімнің дөңгелегі жарылып қалды. Қарап бере аласың ба? Мен білмейтін едім. Мама папам ұрсаттым болды. Давай, мен көмектесейін сізге. Қай дөңгелегі, қай жағы жарылып қалды? Қалай, рас па? Шынымен көмектесе аласыз ба? Мен бұрын естуда істегенмін ғой. Да ты че? Түріңе қараса әлі опытың жоқ сияқтысың, ренжіме. Әкемнің қасында көмекші болғанмын. Жақсы, онда мен саған көрсетейін қай дөңгелек екенін. Сен точно жөндей аласың ғой, өйткені бағана скейтпен келе жатқаныңды байқағам сені. Күмәніңіз болмасын, скейтпен жүрсем де сықитып жасап берем. Қазір онда мен саған онда жөндегішті алып берем артынан, Кілттер бар ғой, кілт дегенім білейін. Мамамның машинасы еді, абайлайсың ғой, ең бастысы кілттер болса болды, қазір жасап берем. Бір кілт бар, бірақ білмеймін. Қазір таба алмай жатырмын, білейін. Әрең таптым, мынау болу керек, білмеймін бірақ. Дәл өзі ғой, дәл өзі. Все, ала ғой. Жақсы. Алсай. Алдым. Все. Жасап бере алсаң екен, жақсы болушы еді. Жасаймыз, қарындас, уайымдамаңыз. Жарайды. Мама көріп қоймаса болар еді, мама ұрыспай, мама ұрыспаса екен. Еш білдіртпейміз. Ауадың жөндеп жатсың ба? Төбеден бастап төменге қарай. Жарайды, бопты. Все, саған сендім. Әркімнің өз стилі бар ғой. Сабаққа бара жатыр едің? Мектеп форма киіп алыпсың ғой? Жолдың екен. Кілтіңді тарт. Машина ішіне кіріп кеттің ғой? Болдым мен уже. Мен ұрайын деп жатсың, үстім май болып қалатын болды. Болды ма? Болды. Айттым ғой, жасау білем деп. Рахмет, көп. Жақсы болды ғой. Мен саған қалай рахметімді айтсам екен? Ешқандай рахмет қажет емес, просто атыңды айтсаң болды. Хотя мен сені сабаққа апарып тастайын да. Менің есімім Жуканай. Сенің есімің кім? Менің есімім Райкизет. Қуаныштымын. Апарсаң болады мектепке. Сен қай мектепте оқисың? Қай мектепке апаруым керек? Мен де мектепке бара жатырмын. Сен оқитын мектепте оқимын мен де. Сен мен қақта оқитын қақтан білесің? Өз бір мектеп қой біз тұратын жерде. Сен точно машина айдау білесің ба? Что-то қорқайын дедім. Қорқпай қой, нормально, дөңгелек жарылғанына алаңдамай қой. Отыр. Аман-есен апарсам болды мектепке. Хорошо, кеттік. Байқа, алдыңда машина шыққамасына көшеден. Нормально. Алаңдама. Базар жоқ, сен айдағаныңа таң қалдым. Рахмет. Шумахер екенсің. Сабақтан алып қайтайын ба? Жоқ, рахмет. Өзім қайта берем. Жарайды. Дөңгелегім жарылса айтып тұрам. Осы мектепте оқисың ба расымен? Осы бір мектеп қой өзі. Мен бұл мектепке жақында көшіп келгем ғой. Мен мұнда 11 оқимын, сен ше? Жақында келдім, бәсе бұрын көрмедім мен сені. Мен 12-ші класс оқимын. Бұнда 12-ші класс бар ма не? Біз 12-ші класс, біздің мектеп ерекше. Білмеппін. Жарайды, мен 11-ден кейін бітірем деп жүрсем. Сабаққа кірейік, олай болса. Жақсы, сау бол. Кешке көріскенше.
Давай сен кір мектепке бірінші. Жоқ, қыздың жолы жұмыске ғой, сені кір давай. Сен кіре берсе, ұлдың жолы ұлы жол дей ма? Сондайтын бар еді ғой. Жоқ, қыздан кейін кіремін. После дам. Қайда? Кетіп баратсың ғой, жарайды, мен кіре салайын. Бәсе. Сау бол, рахмет сыйлағаныңа. Давай, кешке көріскенше. Барсай, пока. Барсайын, мен сен артынан до конца шығарып саламын. Жарайды, пока, кеттім. Пока. Балам, байқаймын, сен ана қыздың артынан сабаққа бармағансың ба не? Ой, әке, сізде жас болдыңыз ғой, бізде жүрейік та сөйлесейік та қызбен. Кеттім жұмысқа. Жақсы, келмеңізші енді, әке. Сабақты да бітірдік әйтеуір. Мынау Жүкінай ғой деймін. Қарындас. Блин, такси. Сен бар, Рай. Иә, мен ғой. Машинамен келіп таксимен қайтып бара жатқаның қызық екен. Мама алып кетті машинаны бағана. Мен такси күтіп тұрмын. Сейші? Дұрыс, мен де машина түгіл великте сенбес едім саған. Рахмет, приятно. Ана айдауыңмен. Рай, күтпейсің ба мені қалдырып кеткеніңе? Сумкамды алып келем, қазір күт. Жарайды, күтем, асықпа. Жөндеуге беріп жіберген ғой, мама. Жарайды, сен құрбыңмен қайтатын сияқтысың ғой, мен такси шақыра берейін. Милана ол өзі сөйтіп келіп-кетіп жүре береді, тағы келеді. Сумкамды таппадың ба, Рай, сен сумкамды алмадың ба? Милана, бара тұршы. Такси, блин, келмей жатыр. Жарайды, такси келмесе, сені шығарып салайын өзім. Не? Қалай болар екен? Алло, қазір алайын деп отырайын. Алло, такси? Келмейді ау сол. Иә, мен мектептің алдынан келесіз ба, келмейсіз ба, не болды сонымен? Даже таксидің өзі келгісі келмейді ғой саған. Жоға, уақытыңды алмай қойын, сен өзің қайта бер, қазір такси келе жатырмын дейді ғой. Жоқ, менде уақыт көп. Точно? Иә, кеттік жүр. Қазір мен такси... Ой, блин. Такси кеп қалар қазір, не қыласың? Кете бер. Сонша кеттік сұрап тұрғанда кеттік енді. Жарайды, онда жақсы таксида келе алмайды ойдың қойып тұрып, блин. Кеттік былай қарай. Жарайды, мен сен қасында келе жатырмын, кеттік. Қарындас, тез жүрсей тезірек. Ой, машинаға үйреніп қап аяғым. Күтсей? Байдың қызы болған сол ғой. Рахмет. Все, кеттік. Немене бір тоқтап бір тұрсың? Сені күтіп тұрмын ғой, әйтпесе тез жүрем, мен уже үйреніп қалған ғой аяғым. Жарайды, мені күт. Кеттік. Жоқ, қысқартып әңгіме айтайық. Қандай тамақ ұнатасың сен? Мен ба, оны неге сұрадың? Жарайды, мен манты қатты жақсы көрем. Сен сүйікті тамағың қандай? Мен пловты өлтірем ғой. Қош. Чучук салатпен. Жарайды, бопты. Қандас, кеттік, качелияға барайық. Качелия дейсің ба? Иә. Алыс па ол? Жоқ, мұны тұр ғой, бассейннің ар жағында. Блин, бірақ менің мама папам бар ғой. Жаңа жақында қалаға көшіп келгендіктен мен көп кешіге алмаймын. Ренжімейсің ғой, иә? Сонау айтқандай түн батқан жоқ қой әлі. Просто менің мама папам қатты уайымдайтын кісілер, ата-анам уайымдап қалады. Мен лучше қайта берейін. Қайттым мен. Жарайды, бопты, сон жаламат сеттің ғой. Байдың қызы качелияға қызықпайтын шығар, бірақ дұрыс жасамадым екен. Қалай ойлайсыңдар? Менің орнымда сендер болсаңдар қызды қайда шақырасыңдар? Кездесуге или уақыт өткізуге? Рай? Сендердің мектептерінде мұғалімдер қатал ма? Жоқ, ондай қатал емес. Маған ешқандай мұғалім қатал емес, әйтеуір өзіме. Тез үйреніп кететін сияқтымын. Сен әлі әдет болып қалған ба? Тоқтайсың, жүресің. Сені күтіп жүрмін ғой сол. Әйтпесе мен тез жүріп кетермін. Жарайды, бара бер, мен анау көріп тұрсың ба отельді? Сол жақта тұрам. Отельде тұрасың ба? Мен сен өлген үйде тұрады шығар десем. Жарайды, сау бол. Мен кеттім. Жарайды. Тұра тұр, мен до конца шығарып тастайын сені. Ой, неге әуре боласың? Қазір мама папа көрсе просто басқаша ойлап қалады да ше. Мен класстасым деп айтасың ғой, ештеңе етпей сонда тұрған. Сен менің класстасым емессің ғой, мен мама папама ешқашан өтірік айтпаймын. Почти класстасым ғой енді. Жарайды, қоймадың ғой, пока, давай. Иә, рахмет саған. Ары қарай бармасам болады. Бармасай. Көргім келіп тұршы, сен қандай жерде тұратыныңды. Отель қандай отель, мен бұрын соңды келіп көрмеппін. Рай, мен сені іздеп жүрмін ғой. Милана, сен де қыстырласың осындай сәтте, өзім сындырамай жүрсем. Номерін сұрауға ұялдым, хотя бы үйін көріп кетейінші, қай жерде тұрады екен. Рай, тентек болып қалғансың ба? Бар деймін. Жоқ, қызық болды, просто қай жерде тұратынын көре салайын деген ма. Қайта үйде мама папа жоқ екен. Папа көрсе сені, ратказ бар енді. Класстасың ғой. Қош, папа ондай түсінбейді пока бізде.
рахмет саған, пока, рахмет айтқанды күтіп тұрсың ба? Жарайды, жақсы. Жоқ, рахмет емес, чао. Аха. Рай, мені шкаф салуға келдің ба? Ой, Милана, сен де көшіп тұрасыңдар ма не? Не деген сәйкестік мынау? Рай, біз доспыз ғой әлі, жүрші мен саған әңгіме айтайын. Ой, бір сенде. Ой, Милана, артымнан қалшы енді. Жукунайды көріп жүргенші өз үйінде. Опа, менің артымнан қарап тұрған несім? Бұл да бір қызғанып тұрма елейін. Маған деген симпатиясы болып тұр ғой, железді. Бас кетік баған шығарған келетін. Қой, мен үйге жүгіріп. Ой, Милана, тағы сен ба? Қой, бір күнге қыз ауыр болып кетер. Лучше барып ұйықтайын. Тем более Милана кіп-кішкентай қыз ғой. Ой, таңда тез атып кетіпті ғой. Good morning, children болып тұр ғой. Так, тұрайын, сабаққа барайын. Не жатсыз, бірақ ұйқым әлі қанбай қалды, кеш келгеннен кейін. Сонда да тұру керек, чотко кино аласың ғой. Так, енді не істейміз? Осы папа компьютерінде не бар екен өзі, не қарайды, не жұмыс жасайды. Алтын кнопка алған ғой, ютубтан дата ғой. Көрейші, не жұмыстармен айналысады екен. Ой, болмайған бір нәрселер ғой. Жуконайға не берсем екен сыйлыққа? Ойын алтын кнопкасын алып кетпейін ба? Ақша жоқ әйтпесе подаркаға. Осын бересем мәз қылып қоймайын ба? Мә Жуконай қай уақытта оқиды екен? Сұрамаппын да, түске дейін ба, түстен кейін ба өзі? Бет алды бара жатыр ма әйтеуір мектепке. Өзімнің сабағым таңертең болғаннан кейін. Осы жолы мектепке жүгіріп бармай-ақ ақырын асықпай бара берейікші. Ентігіп шаршап өлетін болдық қой. Жуконайдың үйі осы жақта ғой, мына отель оң жағымыздағы примерно да. Шын көріп қайтайыншы. Тағы да бір үйінде мекен, сабақта мекен көре салайыншы. Үйінің терезелері стеклянный ғой. Ауласы қандай керемет. Бассейн бар екен еще да. Осы жерден тұрып бассейнге секіресті әйбет кетейін деп тұр ғой. Так, Жуконай, не істеп отырын? Мамасы орыс па, не за что деп қойыпты. Не істеп отыр екен үйлерінде болды. Достар, Жуконай, мен Брухеймде пара болсам қалай ойлайсыңдар? Жақсы бола ма? Жуконайды айтпесе Брухейнің түбін түсірген адам ғой. Мына қыз кім қыстырылып маған не істеп жүр? О, Жуконай үйден сұранып атқан сияқты далаға шығуға. Мамасынан орысшалап кетіп жатыр ғой бірдеңелерді. Үйіне кіре салайыншы. Ой, кешіріңдер. Ой, байқаусызда кіріп кетіппін ғой, есік жабық деп ойласам. Сен мұнда деп ойламаппын. Мама тұр ғой мына жерде. Кеттік, маманы сұранып шық. Мамасы, саламатсыз ба? Мен ғой, Рай. Кеше Жуконай сізге мен туралы айтқан шығар. Мам, сәлем. Тақалмай Артур. Рай, привет. Мама, бұл сізге айтам ғой кім екенше. Екеуміз бір мектепте оқимыз, почти класстаспыз. Привет. Мен негізі қазақша кішкене түсінемін, айта беріңдер. Сонымен класстасымын дейсің ба? Я примерно класстасымын ғой. Неғып келдің? Сол сабаққа барама деп жол жөнекей кіргенім ғой. Сабақ? Бүгін демалыс қой. Можно тогда я вашу дочь заберу? Жоқ, болмайды олай. Кеше ғана таныстыңдар ма не? Мам, Рай маған кеше көмектескен. Тұрдышна мамасына дұрыстап түсіндірейін, мен что жай бар болғаннан тек серуендеп қайтамыз деп айтайыншы, дұрыстап түсіндіріп, түсінбей жатыр ғой. Көмектесті дейсің ба? Жақсы, барқайтындар онда. Көп кешікпеңдер. Ой, рахмет, қазақшаны өлтіреді екенсіз. Жақсы. О, рахмет, мам. Маған сенгеніңе рахмет, мам. Позорын шығармай. Я, кәз. Мына мамасының құйрығы бар ма, немене? Қандай отбасы, метис па, полужаны бар ма, қалай өзі? Рай, күте тұр, мен де келе жатырмын. Давай, тездет енді. Уақыт жоқ, вообще уақыт жоқ. Асығыс болсаң неге келдің енді, қызықсың? Енді уақытымызды жақсы үнемді өткізейік деген ғой. Жарайды. Я, шынымен үйге неғып келдің? Сендер мамаң біртүрлі, артымыздан әлі жүріп келдің. Мен магазинге барып қайтамын, доча. Мама, артымыздан қалмады ғой әйтеуір. Жарайды, мам, окей, бара бер. Үйге ертерек қайт. Сендер метисіңдер ма, қалай өзі? Мама, бара бер. Кішкене қысылам. Я, қызым, кеттім. Жуконай, мен саған сыйлық алып келдім ғой. Қош, қандай сыйлық? Міне, қара өзің. Мынау не, мен білмеймін мынау не. YouTube. Атын етін аның папаның столына алып кетіп едім. YouTube'тың кнопкасы ғой, алтын кнопкасы. Вау, алтын? Сыйлық саған. Сыйлық қылып сыйлайсың. Алтын, Алтын. Так, Райдың оқырмандары, мен не істеймін бұны? Алтын кнопка деймін, Басқа сыйлық болмады беретін саған. Прям? Онда ломбардқа өткізейін ба? Мен не істеймін бұны? Қош. Сен қалай сразу ломбард? Сонша ақшадан қысылып жүрсің, міне. Енді
жарайды, ол әзіл болған. Жарайды, сыйлығың үшін рахмет, көңіл ғой бастысы деп сразу алдынан бере салыпсың ғой. Менен ештеңе күтпе бірақ заменге. Көңіл болғанда деріске көңіл болып тұр ғой. Жарайды. Рай, сонымен алтын кнопкаға қарап тұра береміз ба? Жүр, качеляға барып отырып качем қайтайық. Қызым, мен келдім. Кеше бармаған качеляға бүгін барайық хотя бы. Қайда барамыз? Качеляға ма тағы? Күндіз жарық қой, енді баратын шығарсың. Блин, жарайды, жүрсен жүр ал качеляға. Душеге шинекті. Жолда байласайшы, машина керіскен жоқ па? Қарамасай, жүре берсей, баса берсей. Оля, жарайды. Тоқташ, Қайсына отырасың сен? Ентігіп қалдым. Жеттім ау. Отыр бол. Біріншісіне отыра салайын. Мен качетеп тұрайын сені. Жарайды. Ой, былай тұр. Қадалып қалдың. Қатты качетіп жатырмын. Мама. Байқа құлақама бассейнге. Оля, Күшкет жүрме. тоқтат. Мен тоқтатамаймын ау. Тоқтат. Ё-майо, Жукуна үшіп кеттім ба не бассейн? Қазір құтқарам мен сені кішкене. Мен суда жүз алмайым. Мен мына қайтып мен де бір керемет жүзбеймін ғой. Қазір кета ойбай. Бұқ. Мен су жұтып жатырмын, болсайшы. Қазір міне кеттім. Оп. Құтқарсайшы қызымды, не Мен өзім тұншығып жатырмын. Ё-майо, өзім тұншығып қалдым ғой. Қазір Жукуна мен артыма арқалап алам қазір сені. Рай, не қылдың? Шешегіңді қарап тұрған қарамайсың ба? Мам, құтқарыңдаршы. Болды, қазір шығамын. Басыңа міне саптым ғой. Недеген жаның тәтет мойныма сразу секіріп алғандай. Түсірші. Түсір өзің, мене жоқ түсетін. Бол жүйет. Суға емес, мойныңнан түсір. Болды. Ой. Мамасы кешіріңіз енді. Не болып жатыр мұнда? Маскара. Қызыңыз абайсызда суға құлап кетті. Маскара емес, масқара деп айтасыз. Қайдағы балаға тем тапсырған мен, қызым бәрі жақсы ма? Бәрі дұрыс, уайымдама. Мам, үстім сузы болып қалды. Мұнда не болып жатыр? Жарайды, кеттің. Мам, Рай мені качеляға касет отқан ғой, байқамай ұшырып жіберді. Рай, пока болды, қойшы, кеттім мен. Райсың ба сен? Рай, қызыма абайламайсың ба? Енді ондай болып тұрады ғой, енді әдес деген жоқ қой ешкім. Кешіріңіз. Қызым ауырса сен кінәлісің. Болды, емдейміз ғой. Окей, мам, все нормально, все, кеттік, жүр. Мам, жүрші, болды, кетейік. Күте тұр, қызым. Ой, қой, үйге қайтайын, что-то бүгінгі күніміз бір трагедия болды ғой, әйтеуір. Ойламаған жерден осылай. Жукунай да ренжіді, мамасы да ренжіді. Үйде болайыншы, одан да компьютерім, папаң жұмыстарын қарайыншы қайтадан. Не істейді екен осы кісі? Мына жерде не істейді? Мына жерде ойындар ойнайды ғой. Мына жерде стористар түсіреді екен. Елдерді осылай алдайды екен ғой, оказывается, шетелде деп. Осылай екен ғой, алтын кнопканы алып жүрген ютубтан. Базар жоқ. Енді не істесем екен? Жукунайдан ұят болды ау. Енді маған қарайым екен, менімен сөйлесем екен. Мамасы келіп апты ғой. Прямой үйге баса көктеп кіргенін айтсайшы. Қызым, кіре бер Райдың үйіне. Бағана біздің үйге баса көктеп кірді ғой. Не болды сізге? Рай? Go ко мне деген еш, үйіне шақырып жатыр ма? Бізбен жүрсейші, Рай. Кел. Не болып қалды сізге? Мам, ұят қой, шықсайшы. Что случилось? Жазайыншы, что-то қазақша түсінбей жатқан сияқты. Қызым, кіре бер, ұялма. Ой, ұят емес, кір. Сыртта ұялып тұр екен ғой. Рай, ренжімеші, мамам осы жаққа алып келді, сенің адресіңді біледі екен. Кірсем бола ма? Иә, әрине кіре ғой. Рай деймін саған. Қандай жұмыстармен, қандай шаруамен келдіңдер? Білмеймін, мама ғой алып келген. Есігіңді ашпайсың ба, тұра берем ба? Ашық қой, итерсен. Әлі киім ауыстырмағансың ба сен? Мама осы жаққа алып келді саған, прикинь. Мам, сонымен айтшы, тез неге алып келдің бізді бұнда? Осыдан кейін, конечно, ауырасың. Қазір енді мамам айтары бар сияқты. Мам. Әлде қызын сразу маған беруге келді ме екен? Деп армандап кетсең. Зачем? Мамушкасы, айтсаңызшы. Рай, қумаш, өзіңе көп алмаш. Әзіл ғой, әзіл. Мам, біз мұнда не қып келдік? Ха-ха-ха, айтқандай әзілің өтті, молодец. Так, мама, тез айтшы, білейін, әлі айтпай тұрсың ғой сен. Білмеймін, сол өзім де түсінбей қалдым ғой. Артымнан жетіп келіпсіңдер. Бір жолы папаңды да ала келмедіңдер ма? Ха-ха-ха. Мамаң кепті, итін ертіп кепті артында. Мам, айтшы тез, Рай бізді мазақ қылып жатыр. Кеттік, бар. Жүріңдер бізге. Гоу деп тұр ғой, бар не болса да,
Ой, сен де актрисасың әйтеуір. Все. Мам, бош, мен уже түшіп көріп жатырмын. Кеттік енді барайық, не болса да көрейік, Рай, барайық, стоп, көреміз. стоп, қайда кетіп баратсың? Мам, ұят, ой, блин. Кеттік енді көреміз барған соң. Может, әкең күтіп отқан шығар. Мә, Жукун ойдың әкесі маған ұрсайын деп жатқан жоқ па екен? Что-то ештеңе айтпай тұр ғой, гоу деп. Барғаннан кейін көреміз енді не болса да. Ал достар, үйіне келдік енді, не болса да бірге көреміз енді. Мә, үй қандай тап-таза, керемет, күшті екен. Ну, мамаша, говорите, чем будем заниматься? Зачем позвали? Айтыңыз енді. Мам, мен қазір келем, окей? Үстім су ауыстырып келейінші тез. Шай қоя бересің ба, мама? Я, доча. Қош, шай ішеміз бәне. Қазір шай қойып жіберейін. Жарайды, мен киімді ауыстырып келейін. Давай. Вы меня на чай позвали? Ну, что-то үндемейді. Не істейін деп жатыр екен. Әлі ойымнан кетер емес. Екі ойлап тұрмын. Маған ұрсайын деп жатыр ма екен, или қызын? О, отырғызды ғой. Наверное, или сол чайға шақырған шығар. Жақсы болар еді әйтеуір. Мам, мен келдім. Киімді ауыстырып алдым, шашымды сосын кептіре салармын. Я, доча, мен сені күттім. Так, доча, сен осында отыр. Мен Райдың қасына отырайын. Так, чайды қойдық. Так, пицца алып келгем. Ой, рахмет. Пицца, бургер жеңдер. Вау, мам. Жүрегім орныма түсті ғой. Супер. Так, Рай сонымен мама сені неге шақырған білмеймін. Бірақ отыра бер. Мамаң өте құпия жан екен. Неге? Ештеңе айтпастан гоу деп апарды да шайымызды беріп жатыр. Ой, қандай дәмді шайларың. Дәмді болыпты, мам. Барлығы тәтті болыпты, сатып алсаң да. Рахмет көп. Жукуны сен өзің пісірмейсің ба? Не істеймін, пісіріп ақша бар ғой, сатып аламын. Мам. Ау, где тұр? Подожди. Так, что? Отырсайшы, мам, отыр. Папа қайда? Папаң ба? Папаң сәлден кейін келеді. Мә, папа келсе бізге... Мені көрмеген дұрыс болатын шығар. Я, сол ғой. Ұрсат шығар ол кісі. Соны айтам. Мам, лучше Рай қайта берсін. Жоқ, отыра тұрыңдаршы. Я ренжімесеңіз мен қайта берейін. Тұра тұрыңдар. Так, я, алло, ага. Ойбу, маған кету керек. Так, қызым, отыра беріңдер. Біз не істейміз, что дальше? Мам, неге шақырдың енді оны? Өзің кетіп бара жатсың, қайда бара жатсың? Мен срочно шақыр қалды папаңның қасына. Бір нәрсе болды ғой деймін, бара берем. Сендер алаңдама. Ну, мен саған сенем, доча. Жарайды, мам, ол үшін рахмет. Жарайды, барсам бар келші. Жарайды, бара берсін енді. Я, жарайды. Шаруасы бар шығар. Я, Рай, сен де қайтқалы отырсың ғой, негізі? Қайтам, я. Болды ғой. Жарайды, менің қайда баратыным не важно. Ладно, мен тез келем ғой. Жарайды. Рай, сені үйіндегілер іздемей ма? Іздемейді. Не іздеу жоқ адамсың ба? Итпен іздейді ғой бізді. Еркен жүре беретін адамы ғой. Мә, күшті. Ладно. Мама, мен сенімен барайын ба әлде, Күтші мені. Қайда барасың? Адрес айтшы. Ой, мына қыздай, Бара беріңдер, өзім чай ішіп сосын шығам ғой. Олай да бола ма? Жарайды. Ладно, пока, Рай, есік міне, о сияқтан шығасың. Аха, жарайды, давай, пока. Ертеңге дейін. Көріскенше. Пока. Рахмет чайға. Достар, бүгінгі күнімізді де әйтеуір сәтті аяқталды. Бәрі ойдағыдай болды. Басы қатты болғанмен соңы тәтті болды. Нормально ойдағыдай. Мамасы мені енді жаман ұнатпаған болмаса да ұнатқан сияқты ғой былай. Не айтып кеттім өзі. Ертеңгі күнде ойлап тұрмын, қалай болады екен? Кездесуге шақырсам екен. Столда отырып, әңгіме айтып, жеке қалып деген сияқты. Қалай болар екен? Жарайды. Қой, ертеңге дайындалайын, суға түсейін, шомылайын. Жақсылап бір шомыл болмасам. Так, туалетке бір отырып алу керек енді. Ол да бір қажеттілік қой. Сендер, наверное, тамақ ішіп жатқан жоқ шығасыңдар, айтпаса бір досым жазып жіберіпті, тамақ ішіп жатқан кезде қарадым ғой осыны деп. Жақсылап жуынып алдық. Тап-тазамын. Жукунайды ертең подписчиктермен қоса сындырып алайын деп тұрмын ғой. Өзіңе біраз көп алып қоямын енді. Так, мен шырттай болып киініп алдық енді, көңілге керемет. Кеттік енді, бүгінгі күніміз сәтті болсын деп тілейік енді. Өткендегідей сәтсіздікке ұшырап жүрмесек болды. Так, бүгінгі күнде ауа райы да керемет сияқты ғой өзі. Там, достар, бүгін мектепке жүгіріп барайын ба или бармай ақ қояйын, олай.
О, мектепке де келдік. О, Жуканай сияқты ғой мына қыз. Так, мына кітабын да қойсам. Так, мына жерге білең сыймайды ғой, мына жерге қалай сыйдырады жұрттар. Фшу, Жуканай. Сен ба? Рай. Иә, сәлем. Аха, саған да қалайсың, сәлем. Жақсы. Мен де жақсы. Ана қыз кім, арттағы подружкам ба? Жоқ, мен пока ешкімді дұрыс танымаймын. Қандай күшті? Бұндай да өнері бар екен ғой. Ой, Рай. Бәрекелді, иә. Сыртыңнан қарап қалдым да. Рахмет. Қашаннан бері тұрсың? Көп болған жоқ. Жарайды. Қарным ашып кетті ғой. Фрукты же. Иә, мен қызыл алманы жейін деп жатырмын. Банан жесеші лучше. Иә, кезек жей берем. Бір тістеп бердім. Қалған сенде. Жома, новыйын берсе? Жарайды. Рахмет. Иә, мен банан ұнатамын негізі. Өзіме тағы бір банан алып алайыншы. Мынау бананнан қатты екен. Менікі нормально. Менікі жақсы, нормально. Шүкір етсеш соғанда. Қаншама адам соған жете алмай жүрсе. Фу. Мен кеттім үйге. Сау бол. Давай, пока. Ой, таң да атып кетті. Достар, что-то Жуканайды таппай жүрмін. Мектепке бардым, жоқ. Качелияға барсам, жоқ. Үйіне бара жатырмын. Үйінде ме екен, может? Қайда екен? Мына жақта тұрады ғой. Үйінде де жоқ қой. Көш кетті ғой отбасымен. Ой, бұл. Достар, енді не істеймін? Жуканайды көріп жатсаңдар айта салыңдаршы, комментарийға жазып қайда екенін. Ары қарай іздесем екен, не істесем екен? Сіздің ойларыңыз, сендердің айтып жүріңдер, достар. Достар, екінші бөлімде Жуканайды таппай қоймаймын. Екінші бөлімде Жуканай өз каналында, YouTube каналында бөліседі. Барлықтарыңа сәттілік, сонымен бітті.